Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте дәмді болып шығатын тауық етінен жасалатын тамақты осындай жасалу духовка деп пісіру жолын бөлісетін боламын. Мені қолдап каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауығымызды жуып тазалап аламыз. Сыртын алып тастадым. Сырты ұнамаңыздар, мен алып тастадым, өздеріңіздің қалауларыңызға. Және де кетчуп, қарабұрыш, тұз, паприка және сұйық май салып барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алып, үстіне картоп және сәбістерімізді салатын боламыз. Маринадымызды да үстіне салып, және үстіне укроп және петрушканың асты жағын салатын боламыз. Салып, барлығын араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алып, бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасына қалдыратын боламыз. Жарты сағаттан кейін ыдысымызды майлап, үстіне тауықтарымызды салатын боламыз. Тауықтарымызды салып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минут пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып, бетін фольгамен жаусаңыздар да болады. Тауық еті өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжан Әлмеш. Маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.